Армысыздар, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге заңгерлік кеңес бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Ақгүл Айдарбекқызы. Бүгін бізде қонақта Жарас Айтбекұлы. Бұл кісі көпшілікке танымал заңгер, медиатор. Жарас мырзамен бүгін несие тақырыбында кеңірек әңгіме қозғайтын боламыз. Қалыңыз қалай? Рахмет, жақсы. Сұрағыңыз қойыңыз. Бізде осы өзіңіз байқаған шығарсыз, еліміздегі ең төменгі несие пайызы 2%-дан басталады, өзіңіз білетін шығарсыз, енді ипотекадан. Және ең жоғарғы пайызы 56%-ға дейін барады, ал микронесиелер тіпті одан да жоғарыға қарай кетеді. Бұнда еліміздегі пайыздық көрсеткіштің тым жоғары болуына мемлекеттің дұрыс бақыламауы себеп деп ойлайсыз ба? Әрине, біріншіден тікелей дұрыс бақылаудың жоқтығы және бізде экономикалық бағыт дұрыс емес бағытта жүр деген сөз. Және де бізде бай мен кедейдің арасында тепе-теңдік жоқ. Байлары өте бай, кедейлері одан сайын кедейленіп бара жатқан мемлекетпіз. Бұл деген біздің кедей елдің қатарына дамушы ел ретінде ел болсақ та, бізде экономикалық тепе-теңдік жоқ деген сөз. Сондықтан бізде кредит алушылардың бәрі көп жағдайда негізі кредит деген ол жақсы, пайдасы бар құрал, адамға бір қиналған кезде көмектесіп жібереді. Бірақ біздің елде көп проценті, көпшілігі кредитті амалдың жоқтығынан, қиналғаннан алады. Сондықтан кредит алушы адам бірінші алған уақытын есептейді да, ал төлейтін кезін ойламайды. Оған бір шетінен біздің халықтың қаржылық сауатының төмендігі де себеп. Өйткені біздің халықтың көп бөлігі күнкөріс қамымен жүр, қаржылық сауаты өте төмен болғаннан кейін сондай экономикалық тепе-теңдік жоқ, кредитті ойланбай алады, кредитке белшесінен батады, халықтың бәрі сол кредитке байланған. Өзіңіз білесіз, той жасаса да алады, болмайтын нәрсеге де алады да. Сондықтан бұл жағдайда мемлекеттің де дұрыс бақылауы жоқ, және халықтың да қаржылық сауатының төмендігінің белгісі. Сөзіңізге тұздық болсын. Осы жақында ғана менде таксиге отырдым. Өзім құрылыс жұмыстарымен айналысып жүрген болатынмын. Сол кезде таксисттің айтқаны, үйімді де, осы мініп жүрген көлігімді де несиемен алдым дейді. Және алған үйіме несиемен құрылыс жұмыстарын жүргіздім дейді. Бірақ содан ұтылған жоқпын, барлығын жауып тастадым. Егер пайдалы дүниеге жұмсайтын болса, несие өте пайдалы деп айтып жатыр. Дұрыс айтасыз, келісемін. Жаңа мен де сөз арасында осыны айтып жатырмын ғой. Ол кредит деген ол бір белгілі бір жағдайда өте пайдасы жоғары. Егер негізі мен талай байларды білемін, бизнесмендерді білемін, барлығы кредиттен көтерілген. Яғни бір бизнес бастау үшін кредит алып, сол бизнесін жалғастырып көтерілгеннен кейін сол кредитін жауып, ақшада өзінде қалады, сөйтіп бизнес бастап жатқандар бар. Кредитті енді бұл жерде біздің халықтың төмендігі бір кредит десе бір құбыжық көргендей, естілетіндей қылып тастаған. Сондықтан кредитті ойланып алсақ, қаржылық сауаттылықпен алсақ, белгілі бір нақты не керек. Мысалы iPhone соңғы моделі шықты дейік. Сіз оған қызығасыз да алып қойсаңыз, сіздің ол қаржылық сауаттылық жоқ деген сөз. Ал егер сіз блогер болсаңыз, сол iPhone-мен сіз ақша табатын болсаңыз, яғни сізге пайда келетін болса, ойланбай алыңыз, ол дұрыс. Ал бізде көп жағдайда соңғы модель шығады, машина шығады, көрсе қызарлықпен алады. Сондықтан осындай кредиттің, адамдардың осындай кредитті ойланбай алғанның кесірінен, осындай жалпы кредитке деген халықтың жек көріші туындап отыр. Енді қараңызшы, біздің елдегі жағдайды айттық қой. Мысалы шетелде, мысалы Қытайда алайық, алысқа бармай, көршілес елімізде жай ғана қарапайым, мысалы бизнес бастау үшін не болмаса, бір қажетті дүниеміз үшін, той үшін болса да, несие алу 4% екен. 4%? Біздің елде өте тиімсіз болып тұрсында. Біріншіден біздің ел, өзіңіз білесіз, ештеңе өндірмейміз, көбінесе біз шикізатты сатамыз. Яғни біз шикізат өндіруші елміз, бірақ біз шикізат шығарушы елміз, бірақ өндіруші ел емеспіз. Біз сол шикізатты бір өнімге айналдырып, халықтың игілігін жаратпайтын болғаннан кейін бізде несиелік пайыз да, базалық ставка да бәрі жоғары. Және де біз
сондай еш нәрсе өндірмейтін ел болғаннан кейін біз көршіміз Қытайға да мынау Ресейге де біздің күніміз қарап қалғаннан кейін оларда мысалы соғыс оты тұтанса немесе бір экономикалық тұрақсыз болып қалса ол міндетті түрде бізге әсер етеді. Сондықтан көп жағдайда біздің ештеңе өндірмейтініміз осы несие пайызының көп екенін білдіреді. Ал Қытайда ол жағы тиімді жағдай жасалған, өйткені олардың экономикасы тұрақты жолға қойылған, өздері өндіреді, өздері жасайды, неше түрлі завод, фабрикалар бар, экспорты жақсы дамыған. Бізде экспорт жоқ, импорт жоқ бізде. Біз экспорт шетелден тауарлар алушы ел болғаннан кейін, әрине біз Қытаймен де басқасымен салыстыра алмаймыз, дамыған елдермен. Енді қараңызшы, өзіңіз заңгер ретінде осы орайда айтыңызшы, біз өзге елге барып, ол Ресей болсын, ол Қытай болсын, олардан сондай төмен пайызға несие ала аламыз ба? Бізге бұл тиімді әрекет бола ма? Меніңше ешқандай тиімділігі жоқ. Ол жаққа барып несие алу, не дегенмен олардың валютасымен біздің ақшаны салыстырғанмен ол жақта бір нәрсе бастауға тиімді шығар сол елді, ал біздің елге әкеп ол ақшаны алып келіп біз оны айналдыра алмаймыз. Керісінше біз сол жақтан тапқан ақшаны, мысалы Кореяда жұмыс істеп болсын, басқа елде жұмыс істеп болсын, елге құйсақ, ол біздің экономикаға, салыққа пайдалы. Мысалы көрші Өзбекстанды алыңыз, сол жақтан неше түрлі құрылысшылар келіп бізден ақшаны жинап үйді ремонттайды, құрылыста істеп өз еліне жібереді. Яғни ол біздің ақшаны Өзбекстанға тасып жатыр. Яғни Өзбекстанның бізден валюта бағамы төмен, сондықтан біздің ақшамыз оларда құнды. Сондықтан сол жағын есептеген кезде, егер біз шетелге шығып, сол ақшаны елге қарай құйсақ, онда пайдасы зор. Ал егер сол ақшамен сол елде қалып бір нәрсе істесек, онда бізге ешқандай пайдасы жоқ. Ал енді микроқаржы ұйымдары туралы айтайықшы. Олардың әрекеттері қаншалықты заңды және мемлекет неге оларды тайраңдатып қойған? Меніңше бұл жерде заң жүзінде мемлекет рұқсат берген нәрселердің бәрі заңды, өйткені микрозайым бізде бір түсінік бар, банк болсын, микрозайым болсын, ешкімді үгіттемейді, бірақ рекламаға алданып қалатын халық. Ол микрозайымсыз, кредитсіз өмір сүруге де болмайды деп айта алмаймыз, өйткені жабық мемлекет емеспіз біз. Сондықтан бұл жерде көп жағдай адамдардың өзіне салмақ өзіне түсу керек, ол ойлану керек, мен осыны төлей аламын ба деген сияқты. Артын ойламағаннан кейін ол әрине микрозайым барлығы жаман көзге түседі. Жаңағы қаржылық микрозайым беретін қаржылық ұйымдардың бәрі лицензиясы бар, салығын төлеп жатыр. Ол заңды түрде жұмыс істеп жатыр, оны заңсыз олардың бәрін құрту керек деп аттандамау керек. Көп жағдайда халық өзінің жағдайын, қаржылық сауатын арттырса, ондай проблема болмайды деп ойлаймын. Енді соңғы жаңалықтардан да хабардар шығарсыз. Мысалы, қарапайым халық өзінің, мысалы әйел адам несие алғысы келсе, міндетті түрде оның екінші жартысы, яғни заңды күйеуі рұқсатын беру керек. Сондай талап қойылған, және соңғы енгізілген заңның бірі, несие төлеу барысында бір ай ғана уақытын өткізіп алса, яғни просрочка болатын болса, ондай жағдайда келесі ретте адамға несие берілмейді екен. Осы сияқты шектеулер біздің халыққа керек пе? Негізі банк секторлары, қаржы аналитиктердің бәрі, қаржы министрдің бәрі бұл нәрсені еріккеннен істеп жатыр деп ойламаймын. Негізі бұл көп жылдан бері шыққан нәтиже. Сондықтан кешіктірген адамға оны жаңағы сондай жаза тағайындау өте дұрыс деп ойлаймын. Өйткені халық ойланбай алғаннан кейін қалай болса солай жүре береді. Ол жалпы біздің мемлекет үшін де, банк үшін де тиімсіз. Бұл жағдайлардың бәрі керісінше адамдардың ойлануға, қиындықтар, неғұрлым қиындық кездессе, соғұрлым қаржылық сауатты болып кетпесе де, бірақ әйтеуір бір жолын тауып төлеуге асығатын, әрекеттенетіннің белгісі деп ойлаймын. Сондықтан бұл заңды мен қолдаймын өзім. Ал енді біз бәріміз несие аламыз ғой, сол кезде бізде мынандай сұрақ туады. Уақытынан ерте жапқан дұрыс па, жоқ әлде айма-ай жауып отырған дұрыс па деген секілді. Сіз қалай ойлайсыз? Негізі ең бастысы уақытын асырып жаппау керек қой. Жаңағы қарыз болып, несте болып, біріншіден жаман әдетке айналады, екіншіден
бұл сенің жағдайыңның ойланбай алғанның белгісі ғой. Сондықтан алдын ала жапсаң, сенің жағдайың келіп тұрса, алдын ала жапқаның дұрыс. Бірақ сен мөлшерді жағдайда, мысалы, жағдайыңа қарап ай сайын уақытын төлеп тұрсаң, керісінше ол саған көмек, уақыт жағынан да отасың. Өйткені мен ойламаймын, халықтың тек қана банкке ғана жаңа кредит төлеп қана өмір сүріп жатқан, оның да жаңа бала шағасы бар, қыдыру керек, не істеу керек. Алдын ала төлеп тастаса, оны істей алмауы мүмкін. Және инфляцияның өсуі де бар дейсіз. Инфляцияның өсуі бар. Ол бірінші фактор, ол бірінші кезекте инфляция. Ол жағдай. Сол үшін уақытын жаңа біздің халықтың жағдайымен алған кезде, ортадан төмен халықтың жағдайын алған кезде, керісінше ерте төлемей, сол айына ақшасын алдын ала шығарып қойып, бір ай бойы дайындап қойып, сол уақытын айында төлеп жүргені дұрыс деп ойлаймын. Кей жағдайда кейбір адамдар үйін залогқа қояды да, сөйтіп несие алып жатады. Бұл дұрыс па? Бұл жағдайда тағы да бұл қаржылық сауатқа келіп тіреледі. Неге десеңіз, үйін қоятын адамдар біріншіден негізі адамның сенімі рөлі дейді бұл жерде. Ол кейбір адамдар сенімді болады, төлей алатынына, әйтеуір бір болашағын ойлап, бір запаста ұстаған. Ал егер ойланбай алатын болсаң, ойланбай үйіңді залогқа қоятын болсаң, оның рискі жаңағы тәуекелі жоғары. Сондықтан мен керісінше ойланып, толғанып, осыны төлей аламын ба, мен неге жұмсап жатырмын, бұл маған қажет пе деп мың толғанып ойланатын адамдар, сол жағынан қаржылық сауаты бар адамдар залогын қойса қойсын үйді. Бірақ кез келген жағдайда ойланбай істелетін нәрсенің бәріне қарсымын. Сондықтан ол адамның айналып келгенде өзіне қатысты. Қандай ол адам, қоюшы адамның үйді не үшін қойып жатыр? Ол данный момент қажет пе, әлде бір жоқшылықтан соңғы мүмкіндік бойынша қойып жатыр ма үйін? Ол жағы өте қауіпті. Сондықтан адамның өзінің қаржылық, кішкене болсын қаржылық сауатына байланысты. Ал жақсы, қаржылай сауаттылықты қалай арттыру керек? Қаржылық сауатты көптеген финансистер, қаржыгерлерді айтатыны, оны өзімде қосыламын. Бірінші, жазу, шығынды жазу, ең бірінші шығынды есептеп жазып жүрсеңіз, осы айда қанша кетті. Тіпті жоқ дегенде автобусқа төлеген сомаңызды да жазып жүріңізші. Келесі айда қысқартасыз. Сосын көрсе қызарлыққа салынбау керек. Мысалы, бір зат көрдің ба, мысалы, андай бір киім көріп қойып, ойбай ұнаттым деп ала салу, ол қаржылық сауатқа жатпайды. Керісінше осы маған керек па деп, сенің қыстық курткаң бола тұра, екіншісін алғың келіп, жаңа әдемілеу үшін алған сен, ол сіздің қаржылық сауатыңыздың жоқтығы. Мен халықтың өміріне араласпаймын. Егер жағдай келіп тұрса, ал жаңағы ақшаң артып тұрса, ал бірақ сен күніңді әрең көріп жүрсең, бар нәрсеңмен шектелгенің дұрыс. Яғни көрсе қызарлыққа салынбау керек, артын ойламау керек. Мысалы, азық түлік алған кезде де қазір бір жерден ала салу, тапсырыс бере салу көп болып кетті ғой. Мысалы, оны бір екі адам жегеннің өзінде бір 6 мың 7 мың шығып кетеді, сен одан да продукт ал. Қанша? Бір аптаға жетеді, тіпті бір аптадан да көбейіп кетуі мүмкін. Қаржылық сауат деген нәрсе бар, осындай кішкентай нәрселерден басталады. Соның ең абзалы жазып жүрген шығынды, кірісті жазып жүрген өзіңізге пайдалы деп есептеймін. Сосын тапқан табысыңнан бір 50%-ін бөлек алып қойшы, жоқ деп есептеп, соны жинай бер. Сол кезде нәтижесін көресіз. Қаржылық сауаттылық негізі, егер арттырамын десеңіз, оңай нәрсе, оған көптеген адамдар бата алмайды, себебі олар бүгінгі бір күнмен ғана өмір сүреді. Мен экономистердің пікірін оққан болатынмын. Мысалы, қарапайым ғана дүние, сіз жаңа куртка дедіңіз ғой. Егер куртка алатын болсақ, бір куртканы сіз ұнатсаңыз, содан кейін алмай кетіп қалып, және соны бір апта бойы сол куртка сіздің есіңізден шықпай жүрсе, онда ол куртканы алу керек дейді. Ал егер оны есте ұмыт кетсеңіз, оны алудың қажеті жоқ дейді. Осы сияқты қарапайым ғана кішкентай дүниелерден басталады дейсіз ғой. Иә. Енді бұл мысалыңызда ол ойынан шықпай жүргенмен де менің айтпағым, сол үстіңде куртка бар ма сенің? Сол жауапқа жауап тапшы. Жарайды, ол ойдан еш нәрсе шықпайды ғой. Ол хоть бір апта шықпасын, бір ай шықпасын. Жоқ болсаң, ойланбай ал, бағасына қарамай ал. Өйткені бірінші денсаулық маңызды, сенің өзіңнің комфортың маңызды біріншіден. Ал егер болып тұрып, екінші куртка ойынан шықпай қойып, соны алсаң, онда сен қаржылай сауатты да емессің. Өзің ақшаны әрең тауып жүрсең, санаулы ақшаң болса, басқа да шығындарың болса, кредиттерің болып,
екінші куртканың үстіне куртка алу ол қаржылық сауаттылықтың ешбір мәнісіне келмейді. Осы ретте еврейлердің сөзі есіме түсіп отыр. Арзан киім алатын мен бай емеспін дейді де. Сіз қалай ойлайсыз? Арзан көп зат алған дұрыс па, жоқ әлде қымбат бір зат алған дұрыс па? Бұл жерде уақыт жағынан ұту еске түседі. Негізі качество ғой, негізі сапасы жақсы киімді алу керек. Арзан деген ол аласың да сен екі есе жаңағы шығынға түсесің. Мысалы арзан алып қойдың, бір қыста бір аяқ киім тұр дейді, біреуі бір жауабымен айтайын 45 мың теңгенің қымбат аяқ киімі, біреуі 5 мың теңге. Сен арзанда 5 мың теңгені алсаң, ол бір айға жетпей тесіледі, жыртылады. Ал ананы сен аласың, оны келесі жылда киюге болады. Качество ғой. Сондықтан керісінше қаржылы сауатты адам качествоға талпыну керек, арзанға емес. Ал менің жаңа қаржылық сауатты туралы айтып жатқаным үсті-үстіне алуда. Мысалы, сен де бар болып тұрып үстіне тағы алсаң, ол қаржылай сауатты емес. Соны жаңа айтып жатырмын. Жақсы, енді соңғы сұрағымыз. Несие алу барысындағы кемшіліктер мен және артықшылықтар туралы айта кетсеңіз. Несие алудың біріншіден артықшылығын айтайын, өйткені қазір несиеге қатысты жаман пікірлер аттап кеткен ғой, несие десе ойбай деп. Несие алу ол бір талчок дейді орысша, бүйтіп сен бір жүрмей тұрған нәрсені жүргізіп жіберуге, жақсы әрекет етуге. Иә, сен керісінше адамдардан алып, жаңағы Джексон болғанша ақшаны алып, ол адамдарда бере қоймайды ғой, негізі көп жағдайда адамдар ақша сұраған кезде сенімсіздік пайда болып тұрады. Сондықтан сен сенімді болсаң, мысалы айтайық, бір адамдарға мынандай тиімді болуы мүмкін. Қалтасында 1 миллион теңге бар да, бірақ мына телефоны сынып қалды, телефоны жоқ, мына телефон 700 мың теңге тұрады дейді. Оған ол бөліп тұрып кредитке алған ыңғайлы ғой, 700 мың жоқ болып жүргенше. Өйткені адамда артық ақша болып тұру керек. Қаржылық сауаттылық сол. Сондықтан сол жағынан несиенің пайдалары көп. Ал несиенің зияны, жаңа айтып тұрмын ғой, болмайтын той үшін, мысалы, тұрдың да, жарайды, қазақта енді баласы үшін, жалғыз баласына той жасап бере алмаса, ол несіне ата-ана деген түсінікте жүрміз ғой біз. Сол үшін болатын шығар. Ал былай кейбіреулер болады, болмайтын той жасай береді, 30 жас, 40 жас, 50 жас жағдайы болмай тұрса да, кредит алып, сондай тойларға қарсымын. Андай бір жасамай қойса да. Шілдехана, тұсаукесер дегендер. Меніңше қазір заман ыңғайланған жағдай, бір аз ғана туысын шақырып үйде жасай салуға болатын нәрселер. Біреулер ресторанда жасайтын адамдарды көзіміз көріп жүр. Кәдімгі адам шақырып бір кредит алып жүр. Ал ондайларға жол керісінше несие ондай адамдарға зиян. Яғни несиенің зияндығы сол, жағдайыңа қарамай ала беру, той болмайтын той үшін алу, яғни ертеңіңді ойламай алу, көрсе ырзалықпен алу несиенің зиянды жағы. Пайда жағы сенің бір бастайын деп тұрған бизнесіңе пайдасы тисе, сол жағынан, яғни айналып келгенде адамның өзіне байланысты, несиені пайдалы қылуда, зиянды қылуда. Сондықтан несиеден несие шошитындай бір нәрсе емес. Жарас мырза, сүбелі әңгімемізге сізге алғысым шексіз. Құрметті көрермендер, осымен сұхбатымыз тәмам. Көріскенше күн жақсы болсын.